Ассалаумағалейкум достар, сіздермен Флейс, спортсмен Флейс, және де бүгін мен қасында спортқа түк қатысы жоқ Майнкрафтер. Самый слабый Майнкрафтер. Амандастай. Ja, dat is het. Емшек емесі ба? Ладно. В общем, бүгін біз достар жим-лежада қалай жүзге жеткенім туралы видео болады. В целом, не істеу керек, не упражнение жасау керек, жим-лежаға жету үшін не істеу керек, айтшы Ержан. Қайдан білсін бұл жеткен жоқ әлі? Қайдан білсін достар, аяқ качетін. Кстати, бүгін Дейлинде аяқ качет етеді, сачок. Бірінші рет аяқ качет етейін деп жатыр. Ал мен бүгін жим-лежа, менің оператормен бірге жетіп аламын. То есть бізде Мәулен. Өзін көрсеткістейін. Жим-лежада өсу үшін бірінші главный правило жим-лежа істемеңдер. Мен өзімде солай болды достар. Мен жим-лежа істемей, басқа упражненияларға больше көңіл бөлгендіктен жим-лежам өсті десек те болады. Қазір бірінші көрейік енді. Техника туралы достар, Нұрлан қанша көтерген кезінде айтып кеткен болатын, тағы да айтып кете салайын. Дрифтті осы жерден аласыздар. Осындай линия бар өзіне. Линиядан аласыздар. Дрифт көз алдыңызда жатады. Как обычно дальше. Мост жасауды ұмытпаймыз, еш қарамыз. Сен көп болды сол аяқтаған қазір. Көтер алмай қуат басам болды. Қазір кет. Жігіттер насой ұрма. Бірде қош жүрсе андай. Мен там музыкама. Ой, ебать, қолым ауырып жатыр. Жігіт көмектесіңдер. Ладно. В общем, мен соңғы рет жимді жазда істедім да. 100 килограмм көтерген кезімде істедім, содан кейін істеген жоқпын достар. Жимді негізі күнде істей берудің қажеті жоқ. И в целом грудьқа аптасына 3 упражнение жетеді. Нойчок болсаңдар вообще 2 упражнение жетеді. Любой мышцаға келетін болсақ 2 упражнение жетеді негізі. Там нойчоктарды көрем, келіп алып бицепске бүйтіп 10 упражнение істеп тастайды. Нафига надо, нафига. Бицепсті аптасына мен бір рет қана тренировать етемін. Шал болды ғой, сөйлеуге энергия жоқ. Достар, домалақ бастары. Бізде 80 килограмм. Нұрланның жетпей қалған 80 килограмма. Достар, құлақтарыңызды асмер істеп берейін ба? Көрініп тұр, жимді 3 ай істемегенім. 90 килограммды повторенияға жасайын деп жатырмын. Қазір көреміз, мен негізі достар вообще жим-лежа жасайтын адам емеспін. Жим-лежа ұнататын адам емеспін. Мен в основном жим на наклонный жасайтын адамым. Қазір көреміз енді. Ал енді страховщикқа сенеміз достар. Бүгін бізде менің өмірімді құтқарушы Мәулен болады. Так, кеттік ал. Мына ел видеода 10 рет жапқан шығар экранда. Мәулен жаңа ставка жасаған 4 рет көтересің деп. 4 рет көтерді. Мұнаға да өзің камерада бір көрсеткісі келді ау деймін. Болады, болды, газель айдаймыз достар, давайте. Мәулен бізде 80 килограмм көрем деп шешті, маған қарап мотивация сұрып кетті. Көрек ал. Ой, лучший, Мәулен.
Қой. Кстати, менімен салмағы бірдей, Мәулен, қараңдар. Ой, ма. Әдем. 82 ретке. Сен особо жим тренировать етпейсің. Вообще тренировать етпейтін адамсың. Сен де өмірде бір жет көтіп тұрмын. Өмірінде бірінші рет көтіп тұрғыздар, көрдің бе? Просто мен тұрмын ғой, бүйтіп жердің ғой, бір-екі рет дейсің ғой, да? Достар, Мәулен, как всегда, новичоктар сияқты қателік жасап жатыр. Келе сала максимум көрейін деп жатыр. Мен енді айттым, бірақ көрем деді енді. Қазір бізде 85 көрейін деп жатыр, мынау максимум, да? 80-ді 2 рет кестеді. 82 рет кестеді, енді 85-те 1 ретке көрейін деп жатыр. Давай. Көр ал. Ой, лучше! Хорош! Еркек на! Молодец! Молодец! 85-те 1 ретке. Кішкене қисал, но әдемі, красавчик. Сат болғасақ, бұл көтін ашарып жауып отыр. Тұрын қараңдар енді. Көтін ашық. Көт ашар. Айди достар, сіздерге 100 килограмм қалай көтеру керекенін көрсеткім келген. Бірақ өзім көтере алмай қалдым, біле тастайындар, так что. Бүгінгі тренировкамды көрсетем, в общем. Так, келесі бізде Т-гриф деп аталады. Спортпен ерте кезде айналыспасаңдар, мен сияқты тоқ қалмаш. Осының құрметіне 100 грамм артып кетеға. Кеттік онда. Короче, мен достар, Мәуленің үстіне секіріп өтетін болғам. Дейлін сенбейді, мен секіре алмайды деп ойлайды. Қорқып жатыр. Мен көрсетем. Секіре аламын ғой. Секіріп өтем, қара. Чуть басыңды бұқ. Нахуй. Налегке ғой. Все, кеттік па? Пауанна, Болды, жырбыңдап болдық, тренировкамыз жасайық. Дейлиннің Каспийінде қанша теңге бар деген рубриканы жалғастыратын боламыз. Дейлин Каспийінде қанша теңге бар? Ладно, достар, енді сіздермен болған мен Флейс. Әзіл. Қанша теңге бар? 570. 570 теңге бар екен. Мәулен, сенде қанша? Менде вообще жоқ. Вообще жоқ па? Менде Каспий блокта дейсің ба? Шашың неге жұмағансың? Жалған жоқ. Достар, жимда негізі көп нагрузка атау плечи, алдыңғы плечо. Қазір соған бірдеңе істейтін боламыз. Хоть бір совет сендерге жігіттер. Кеттік ал. Бұны, кстати, немецкий махи деп атайды. Самый крутой упражнение плечиға. You ain't never gonna stop me cause it's my conquest and I'm never gonna rest, yeah. And y'all don't know that I'm a soldier. I always felt like I'm alone when everybody thinks they know ya. And y'all don't even know I own ya. Слабый. Посмеется, а сильный на видео. Достар, бір жасқа нормально, бір жасқа. Сенің залға бірінші рет келген досың ғой, сразу фотоға түсіп, типа залда, йоу, десе. Ты тряпка. И всегда будешь тряпкой. Ты никто. Поэтому она тебя бросила. Не зайпал, Все, давайте. Мәулен, мені тренер ретінде посоветовать ете алар ма едің? Смело. Мені ағаң ретінде посоветовать ете алар ма едің? Жоқ. Ладно, не. Ағам болған үшін 20 мың теңге төлеп отырмын ай сайын. Хош? А что, Каспийге дым келіп жатқан жоқ что-то? Кімге төлеп жатыр? Что-то мен дым алып жатқан жоқпын ба? Қайда келіп жатыр? Как тренер бесплатно ғой болды. Жимдағы ең маңызды нәрсенің бірі, менің ойымша, любой грудты качать ететін упражнениялар барлығында жұмыс жасайтын нәрсе ол трицепс. Трицепске біз қазір осындай упражнение жасайтын боламыз. Техника жағына келетін болсақ, қолды қозғалтпай ұстаймыз, осылай.
И төменге қарай түсіреміз. Don't know that I'm a soldier. I always felt like I'm alone. Whenever Достар, трицепс деген міне мынау. Қолдың ең үлкен объемын алатын нәрсе ол трицепстер. Осы жерге дейін. Қазір біз соны тренировать етеміз. Көбісі келген кезде қолды тренировать еткен, қол дәу болған қалайтын адамдар. В основном бицепсті тренировать етеді. Вот бицепс деген мынау. Бицепс міне мынау. Ал бізге қолымыз дәу болу үшін трицепсті тренировать ету керек. В общем, жим өскен қаласаңыздар, трицепсті качать ету керек. И трицепсті аптасына 2 рет істесеңіздер жеткілікті. Осы упражнение істесеңіз болады. Қазір тағы біреуін көрсетіп кететін боламын. Если өз-өзіме айнаға қарап сөйлесіп жатырмын, не айтып отыр деп отқан шығарсыңдар. Екіншісін көрсетіп кете салайын, сразу көрсетіп кете салайын. Давайте. Вот, осылай қойдыңдар. Үй жағдайында керек болса, оны да шығаратжан жақындарға. Екіншісі міне былай. Бір қолды аласыңдар, хоп, түсіресіңдер. Мына жел, достар, тақадыңдар, тек мына жақ қозғалып, мына жақ қозғалып, қараңыздар. Хоп. 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 Көрдіңіздер ма да? Екінші упражнение болса, мына сачоктарда жұмсайтын боламыз. Брачка берге. Сенің достарың саған сенбейді. Сен чмо. Ай, бля, ёб твою рожу. I got a switch in my head, I go from living to dead. You got me seeing all red, now I'm becoming a threat. I fucking heard what you said, I'll make you have some regrets. And no, I never forget, so now you have a few debts. That shit, it needs to be paid with blood or sweat. В общем, аяқ істеп болдым, достар. В общем, достар, осымен біз тренировкамыз аяғына келді. Хоть бір пайдалы нәрсе болды деген ойдамын сіздерге. Да? Төменге тұрсайсың сен былай. А то мен ұзын болып тұрсың да, ұнамай тұр маған. В общем, достар, давайте.